Қайырлы кеш баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет ауызда еритін дамский пальчики тәттісін пісіріп үйренетін боламыз. Алдымен ыдысымызға су, сүт, шымшым тұз, қант және сары майды салып, орташа отта қайнағанға дейін араластырамыз. Сұйық массамыз қатты қайнап кетпеуі қажет. Енді бұрқ етіп қайнай бастаған кезде електен өткізілген ұнды салып араластырып, қою масса болғанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнымыз қоюланып, ыдысымыздың бетіне бір слой пайда бола бастаған кезде оттан аламыз. Енді оны басқа ыдысқа салып, бетін пищевая пленкамен жауып, бөлме температурасында суытып аламыз. Пищевая пленкамен жапқан кезде жақсылап жабыңыздар, ауа кірмейтіндей етіп. Егерде ауа кіріп кетсе, қамырымыз қатып қалатын болады. Сондықтан да жақсылап жабуға тырысыңыздар. Суыған қамырымызға жұмыртқаларымызды бір-бірден сала отырып, қоймалжың масса болғанға дейін миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Бұл жерде бізге 170 граммдай жұмыртқа қажет болады. Мен шамамен 2,5 жұмыртқадай қостым. Жұмыртқаларымызды міндетті түрде бір-бірден ғана қосып жақсылап араластыратын боласыздар. Дайын болған массамызды кондитерлік қалташаға салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай пергамент төселген формамызға орналастырамыз. Осы кезде пешіңізді алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. 170 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Дамский пальчиктеріміз пісіп шыққанға дейін кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін біз творожный сыр, қант, қоюлатылған сүтті қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Міндетті түрде салқын болуы қажет. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне салқын сливкиімізді қосып араластыратын боламыз. Креміміз қатты қою болып кетпесін, мен көп араластырып жібердім. Креміміз негізінде сұйықтау болғаны дұрыс. Сол үшін де сіздер мен жасаған қателікті жасамаңыздар. Осы жерде кішкене ғана араластырсаңыздар жеткілікті. Осымен креміміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қою болып қалды, бірақ ештеңе етпейді. Лопаткамен жақсылап араластырып, енді пісіп шыққан дамский пальчиктеріміз суығаннан кейін тортымызды жинай берсек болады. Мінеки дамский пальчиктеріміз пісіп шықты. Суытып алғаннан кейін кремге малып, тәттімізді тарелкаға орналастырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет тәттілердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Мінеки барлық тәттілерімізді осылай тарелкаға жинап болғаннан кейін, міне шоколадымыз бен сливкиімізді араластырып, осындай кондитерлік қалташаға құйып, осылай тәттілерімізді әсемдеп шығатын боламыз. Барлық ингредиенттерді мен описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылай жеміс-жидектермен немесе жаңғақтармен әсемдеп шықсаңыздар болады. Осымен дамский пальчик тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Холодильникке салмай-ақ осы тұрған бетте жіберсеңіздер болады. Ауызда еритін тәттіні сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.